Ассалаумағалейкум достар, сіздерге бүгін 5G роутерге қалай прошивка жасауға болатынын көрсетемін. Және тегін бесплатно сіздерге файлды, жаңағы прошивка файлды комментарийға немесе описание қалдыратын боламын, ссылкасын. Сол жерден бесплатно скачать болсаңыздар болады. Жаңағы ноутбуктарыңызбен немесе компьютерларыңызбен жаңағы роутерге қосыласыздар. Мен мысалы LAN кабельмен қосып қойған болатын. Сіздер жаңағы ноутбугыңызға Wi-Fi мен қосылсаңыз да болады. Немесе кәдімгі смартфонмен жасауға болады. Любой смартфонмен, iPhone болсын, Android болсын, любоймен жасай беруге болады. Жасау үшін бірінші Wi-Fi-ға қосыласыздар. Мен LAN кабельмен қосылғанмын. Так, кәдімгі любой браузерді ашамыз. Реклама тез өткізейін. Любой браузерді ашамыз да, жаңағы осы жерге 192.168.8.8.1 деп тересіздер. Дәл осылай тересіздер. Одан кейін дәл осы IP-ге басасыздар. Одан кейін дәл осы настройка өтеді. Осы жерге админ деп жазасыздар. Админ деп жазасыздар. Егер пароль неправильный болып тұрса, роутердің астында reset деген кішкене тесік бар. Соны бір 5-6 секунд жаңағы спичка немесе инемен 5-6 секунд бассаңыздар, роутер полный сброс жасалынады. Одан кейін қайтадан кіресіздер да, админ деп тересіздер. Дәл осындай настройкаға өтесіздер. Одан кейін дополнительный дегенді басамыз. Дополнительный, одан кейін обновление басқаннан кейін дәл осы жерде роутеріңіздің версиясы тұрады. Яғни сіздерде мысалға новый версия болады. Любой жаңадан алған роутерде, мысалы мына жерде 4.0 деп тұрады. Ол 4.0 6 жаңағы Теле2 нөмірді ғана қабылдайды, басқа оператор қабылдамайды. Осылай 3.0-ге ауыстырсаңыздар, сіздер Билайн болсын, Easy болсын, немесе Kcell актив болсын, любой осы 3.0-мен қабылдайтын болады. Дәл осы жеріне локальный обновление дегенді басамыз. Одан кейін обзор дегенді басамыз. Обзор дегенді басқаннан кейін дәл осы файлды таңдайсыздар. H153.180 деген осы файлды таңдайсыздар да, открыть дегенді басамыз. Открыть басқаннан кейін дәл осылай таңдалады. Одан кейін обновить дегенді басамыз. Мен обновить еткен болатын, мен обновить етпеймін қазір. Сіздер обновить аласыздар. Роутер бір 3-4 минут обновление жасалынады, максимум 5 минут. Одан кейін роутер өзі автоматты түрде перезагруз етіледі. Одан кейін жаңағы сим карталарыңызды салып пайдалана берсеңіздер болады. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер және каналға тіркеліп кетіңіздер.